Önemli yerimizde Қазақстан тәуелсіздігімен бірге пайда болған заңдық құбылыс. Өйткені қазақ халқының құрамдас бөліктерінің көршілес ұлы елдердің территориясында бөлініп қалуы, яғни әлемнің көптеген елдерде шаштап кетуінің себебі тарихи және әлеуметтік жағдайлар себеп болған. Сондықтан олардың Қазақстан тәуелсіздік алған кезде тарихи отанға қайта оралуы және орала беруі заңдылық. Алайда белгілі бір заңдылықты саналы түрде қабылдап, кез келген саясаткердің қолынан келе бермейді. Міне осы тұрғыдан алып қарайтын болсақ, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ел тәуелсіздігінің алғашқы жылдарынан бастап қолданған оралмандарды қабылдау саясатының көрегендікпен жасалған стратегиялық маңызы зор, керемет саясат екендігінің оның бүгінгі таңда қомақты нәтижесінен көруге болады. Елбасының бұл саясаты өз халқының тарихы мен болашақ тағдырына зор жауапкершілікпен қарайтындығын іс жүзінде дәлелдейді. Елімізде тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап елбасының оралман саясатын жүзеге асыратын әр дәрежелі атқарушы мекемелер құрылып, көптеген үкімет қаулылары, заң жарлықтар және жоспарлар жасалып жүзеге асырылды. Соның нәтижесінде 2010 жылға дейін 4 дүниеден 1 миллионға жақын этникалық қазақтар отанға оралды. Қазақстанда көші-қонның 20 жылдық тәжірибесі менен қазіргі сұраныстарына орай халықтың көші-қоны туралы заң елбасының қол қоюыменен 2011 жылы 22 шілде күні жарияланды. Осы заңның бірінші тарауының бірінші бабында оралмандарға анықтама берілген. Онда оралмандар тарихи отанына тұрақты тұру мақсатында Қазақстан Республикасына келген және осы заңда белгіленген тәртіптермен тиісті мәртебе алған Қазақстан Республикасы егемендік алған кезде одан жерлерде тұрақты тұрған этникалық қазақ және оның Қазақстан Республикасы егемендік алғаннан кейін одан жерде туған және тұрақты тұрған ұлт қазақ балалары деп көрсетілген. Сондай-ақ бұл заңда оралмандарға берілетін мәртебе, көрсетілетін көмектер және оралмандардың отан алдында борыштары да анық белгіленген. Демек, оралмандардың Қазақстан қоғамындағы белгілі бір әлеуметтік сословие ретінде қалыптасқандығын осыдан көруге болады. Бұның өзі елбасының әр баста қолданған салиқалы саясатының заңды нәтижесі деп санаймын. Соңғы кезде оралмандар жөнінде негізсіз айтылған айыптар елбасының осынау салиқалы саясатының атқарылуын азайтып бара жатқан тенденциясы байқалады. Бұнымен елбасының керемет саясатының маңыздылығы менен 20 жылдан бергі қоғамдық нәтижесін дұрыс түсінбеуден немесе әтей мансықтаудың көрінісі деп есептеймін. Бұл арада оралмандар отанға не әкелді деген сауалмен елбасының оралмандар саясатының нәтижесі қандай болды деген сұрақты байланыстырып қарау жөн сияқты. Өйткені тәуелсіздіктен бергі барлық жетістіктеріміз тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың салиқалы саясатынан бөле қарауға болмайды. Әрине олардың ішінде оралман саясаты ол кісінің керемет идеясы ретінде әлем қазақтары қабылдаған және бүкіл үмітін үкілегенде елбасы және оның оралмандар саясаты. Олай болса, елбасының оралман саясатының қандай қомақты нәтижелер бергендігі туралы төменде тұжырымдап көрейік. Егемендіктің елдіктің басты көрінісі отарлық заманда отырған жермен бірге өгдейлікке бөтен болған немесе отбасы ойрандалып жат елге тарыдай шашырап келген халықтың басын қосып ұлттық қайта біртұтастандыру десек, бұл процесс Қазақстан тәуелсіздік алған алғашқы жылдардан басталды. Қазірде баяу болса да ұлттық біртұтастану процесі жүріп жатыр. Бұл ұлттымыздың бірегейлендіретін тамаша даму бағыты болып табылады. Халқымыз елге ел қосылса құт деп санайды. Конституциямызда да ең үлкен байлық адам екендігі айтылған. Ендеше тәуелсіздіктің
арқасында елбасының оралман саясатының нәтижесінде елге миллиондаған қандастарымыздың келіп қосылуы баға жетпес байлық емес пе? Бұл отанға қосылған адам ресурстары ғана емес, сонымен қатар елімізге құйылып жатқан мәдени, рухани, ғылыми-техникалық және экономикалық байлық бұлақтары болып табылады. Өйткені оралмандар отанға қазақтың ақыл парасат, білім біліктілігі, күш-қуаты ресурстарымен қоса өздері өмір сүрген елдің кейбір озық мәдениеті менен жаңа технологияларын да ала келді. Осындай білім бұлақтарының елге келіп құйылуы отандық ұлы мәдени айдынды көлді толықтырды, деңгейін биіктете түсті. Олай дейтініміз қазақтың қаймағы бұзылмаған шұрайлы тіліменен бағаны әдеби шығармалар, дәстүрлі тұрмыс салт дәстүрлері, ұлттық рухы менен ділі, ұлттық қолөнерінің түрлі үлгілері менен халқымыздың ұмыт болып бара жатқан ән билері де отандық мәдениетке қосылып, ұлттық рухани байлығымызды молайта түсті. Қазақ мәдениеті қайда жаратылсын, қайда сақталсын, бәрібір ұлттық мәдениетіміздің құрамдас бөлігі болып табылады. Сондықтан әлемдегі қазақ мәдениеті ұлы отанға мәдениетінің ұлы отанға тоғысуы тек қана жалпы ұлттық мәдениетімізді тоғыстырады, дамытады, биіктетеді. Керісінше, жат елдің тозық мәдениеттерін елімізге сіңіп кіруі ұлттық мәдениетімізді әлсіретеді, халқымыздың берекесін кетіреді. Оның көріністері қазір айқын көріле бастады. Сондықтан шетел мәдениетін қабылдауда аса үлкен талғампаздық қажет бізге. Ал оралмандардың отандық үлкен мәдениетке қосылып жатқан бұлақтарының жалпы ұлттық мәдениетіміздің дамуына қандай әсері болды деген сұраққа тұшымды жауап беретін негіздеріміз бар. Мәдениетті аз адамдар жаратады, көп адамдар олаған еліктейді деген екен бір ғұлама. Оралмандар арасынан шыққан жеке мәдени ғылыми тұлғалар арқылы отандық мәдениетіміздің мәзмұны байып, деңгейі өсе түсуде. Ендігі сөзімізді мысалдар арқылы дәлелдейді. Әдебиет арнасын айтар болсақ, соңғы жылдары шетелдердегі қандас қаламгерлердің әртүрлі әдеби шығармалары отандық басылымдарда көптеп жарық көруде. Солардың ішінде ұлы ақын Таңжарық Шоғұлының 2 томдық шығармалары менен қайсар жазушы Қажығұмар Шәбденұлының 6 томдық қылмыс романының елде жарық көруі менен отандық көркем әдебиетте түрме мәдениеті деген ұғым мен мәзмұн енгізілді. Ал ән мен би өнеріне келетін болсақ, Майра Мұқаметқызы мен Шұғыла Сапарғалиқызы және де басқа өнерпаздардың келіп қосылуымен ұлттық мәзмұны бай би мен әндер жаңа белеске көтерілді. Сондай-ақ ұлттық дәстүрде би өнерінің гауһары болып табылатын Қаражорға биі де елімізде тез жалпыласты. Өйткені Қаражорғадан төгілген ұлттық ғұрып пенен әсем гимнастикалық ырқа үлкен мен кішіге бірдей ұнады. Спорт өнері бойынша айтар болсақ, Мұстафа Өзтүріктің отанға оралуымен елімізде басталған шығыстың таеквондо спорт өнері қазірдің өзінде бір өз алдына мектеп болып қалыптасты. Шәрмәли Диханұлының шығыстың кунг-фу өнерін елімізде жалпыластыруы, ал Бақыт Сәрсекбаев пен Қанат Исламұлы және де басқа азаматтардың отандық бокс спортының деңгейін биіктен көрсетіп келеді. Білім және ғылым саласы бойынша айтар болсақ, белгілі педагог ғалымдар аз емес. Гуманитарлық білім ғылым саласындағы мысалдарға келетін болсақ, кәсіпкер ғалым Талғат Мамырұлының қоғамдық сұраныстары бойынша 2007 жылы өз қаржысымен ашқан халықаралық Қазақ-Қытай тіл академиясының колледжі ашылды. Мұнда 5 түрлі кәсіптер бойынша білім беріледі. Бұл гуманитарлық білім беру менен кәсіп-техникалық білімді ұштастырған алғашқы оқу орны болып табылады. Отандық тарих ғылымында сирек кездесетін мамандық салаларының ғалымдары шоғыры келіп қосылды. Олар шығыстың ескі қолжазбаларын түпнұсқадан тікелей оқып пайдаланатын тарихи лингвистикалық мамандар ретінде ғылым мен білім саласында күрделі ғылыми зерттеу тақырыптарын зерттеумен шұғылдануда. Бұл арада айта кетерлік бір жайт, осы ғалымдардың отанға оралуымен
басқа ұлт өкілдерінің Қазақстанда шығыстың ескі жазбаларын оқу мен зерттеуді монополиялауы тарихы аяқтады. Сонымен қатар осы ғалымдардың белсенді атсалысуымен елбасының тікелей басшылығымен жасалған мәдени мұра мемлекеттік бағдарламасының аясында шығыстың ескі тіл жазбаларындағы қазақ және Қазақстан тарихына қатысты құнды деректер қазақ тілінде сөйлеп ғылыми айналымға қосылды. Сондай-ақ олар қазақ тарихында көптеген ақтаңдақтарды толтыратын сүбелі ғылыми еңбектер ұсынып, елімізде жаңа тарихи көзқарастың қалыптасуына үлкен үлес қосып келеді. Жарастық ғылым саласын айтар болсақ, жоғары деңгейдегі техника және биология ғылымдарының мамандары, докторлар Шейх Әли Дәулет Мұхамеджанұлы Тынышбаев, Мағаш Аятқанұлы, Болатхан Зиябекұлы, физик Бақыт Думатұлы, Оқас Құрманұлы сияқты ғалымдардың келуіменінде отандық жаратылыстану ғылымының салаларында ұлттық мамандардың ғылыми зерттеу әлеуеті арта түсті. Медициналық емдеу саласында бірнеше жүздеген білікті мамандар отанға оралды. Олардың қатарында медицина ғылымдарының доктор профессор Сағындық Игісінов қатарлы белгілі мамандар бар. Олар өз қаржыларымен емдеу орталықтарын ашып, шығыстық игротерапия және батыстық жаңа технологияларды қолдану арқылы халыққа қызмет көрсетіп, жұрттың алқауына бөленіп жүргені айтылып та жазылып та жүргені белгілі. Отандық өндіріс саласын алып айтар болсақ, оралмандардың ашқан кәсіпорындары мен отандық өндіріс саласы дамып келеді. Қазіргі таңда шағын және орта бизнес саласында бірнеше жүздеген оралмандар ашқан жеке кәсіпорындар табысты жұмыс жасауда. Олардың кәсіпорындарында 10-нан жоғары 200-ден аса азаматтарымыз жұмыс жасауда. Демек, қазіргі таңда оралман кәсіпкерлер мемлекет қазынасына тұрақты түрде салық тапсыратын шоғырлы топты қалыптастырды. Осылардың ішінде мына кәсіпкерлерді атап айтқым келеді. Қайрат Бодалханұлы, Шағанбек Қанжарбайұлы, Фарида Мұрқабитқызы, Төлеубай Нығарбайұлы, Асқар Жакулин, Сабыржан Мұхамедтанұлы, Қамбар Әжіқадырұлы, Рақыш Аманжолов, Бақаргүл Төлеуганқызы, Думан Халмет, Азат Кәрімұлы сияқты азаматтар. Міне бұл фактілерден еліміздің тәуелсіздіктің алғашқы жылынан бастап көрегенділікпен қолданған елбасының оралман саясатының дұрыстығы және оның өте нәтижелі екендігін көруге болады. Сондай-ақ отанға оралған қандастарымыздың Қазақстан қоғамының дамуына айтарлықтай үлес қосып отырғандығына көз жеткізуге де болады. Егер біз елбасының оралман саясаты дұрыс та нәтижелі саясат болғандығын мойындайтын болса, онда бұл саясатты дәйекті түрде жалғастыруға, дамытуға және жаңа сапаға көтеруге тиіспіз деп ойлаймын. Бұл үшін көші-қон саясатымен айналысатын мемлекеттік мекемені қайта жасақтау керек. Нақтылап айтқанда, республикамызда дербес жұмыс жүргізетін, президентке төте қарайтын көші-қон агенттігін құру қажет. Сонымен қатар қолданыстағы заңдардағы этникалық қазақтардың отанға оралуына, тұрақты тіркелуіне, азаматтық алуына кедергі келтіретін тұстарын реттеп, ішкі сыртқы көші-қон қызметін жандандыру керек деп санаймыз. Сонда ғана елбасының салиқалы оралман саясаты ойдағыдай жалғаса береді және ұлттық біртұтастану процесінде өз жалғасын табады. Ел ішінің біртұтастануы мемлекеттің тәуелсіздіктің кепілі, сондай-ақ ол қоғамдық дамудың, ұлттық өсудің негізі болып табылады. Рахмет.